бірге кірді, 3 жігіт. Бұлар сыра аламыз деді. Мен бұл жігітті айттым, магазин жабамын, жігіттер ренжімеңдер, шығыңдар деп едім. Сонымен түгіліс мен ана кілт алайын дедім. Магазиннен кілт алып, магазин жауып тастайын деген кезде уже терезе ашық қой. Сол кезде соққы тиді. Ахметтің дауысы шықты. Мен сыртқа жүгіріп шығамын деген деп қолыма пышақ алдым. Қорғану мақсат. Неге десең, енді Нұрғаттың өзі біз вообще Нұрбол Кутурскийміз деген кезде біз сескендік. Түсінбейді, төбелес тоқтамайды деген ой болды. Бұлар бәрі өзінікін жасап кетеді деген. Неге десеңіз, біз де енді ауылда енді естіп жатамыз ғой. Бұлар қолдан келсе бірге бір төбелесіп, ешқандай әңгіме шешпейді. Осы күзге дейін жабылып, қаншама балалар жарақат алған балалар. Даже өзіміздің көршімізді солай пышақтап, атып сөйтіп өлтіріп кеткен. Сол Кутурдың ауылдың балалары. Соны сескенді, мен сескеніп, өзімді қорғау, баламды қорғау, жаңа балаларды қорғау мақсатында пышақпен шықтым. Ол пышақ, ол май кесетін ғана пышақ. Енді сөйтіп едім, есікке жақындаған кезінде бұл жігіттер алдынан шығып кетті, үшеуі де. Қыздар да шықты. Есікке жақындаған кезде Шыңғыс пышақ шығарды. Жігіт. Үстінде жасыл безрукавка болды, жасыл кепкісі болды. Сол пышақ шығарды да, пышағы түсіп қалды. Мен шыға берген кезде азамат тепті есікті. Мен ішке қарай құладым. Сөйтіп, олардың тұрғанына қарамай, мен есікті итеріп шыққан кезімде уже кешіңіз бір. Рұқсат болса